Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Баршаңызға қайырлы күн. Б2 ортадан жоғары деңгейде өтетін кезекті сабақтың тақырыбы әлем тағамы алдыңызда. Грамматикалық тақырып келісу, растау мәнді қыстырма сөздер. Сабағымызды бастамас бұрын мына бір ребусқа назар аударыңыздар. Осы ребусты шешу арқылы бір мақалды таба аласыздар. Яғни мақалымыз біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбымен сай келеді. Ендеше ребусты шешуге тырысайық. Жақсы, бүгінгі сабағымызда пайдаланылатын жаңа сөздермен таныс болайық. Ас мәзірі, әлбетте, енгізу, жұмыс барысы, жайлы, жылқы еті, көксерке, қой еті, сиыр еті, талғам, теңіз шаяны, ұсыныс және тіл үйретін тағам. Жаңа сөздермен таныс болсақ, сабағымызды бастайық. Ережені меңгереміз. Бүгінгі грамматикалық тақырыбымыз қыстырма сөз деп айтып өттім. Біз қыстырма сөзден бұрын мына бір ережеге назар аударайық. Сөйлемнің құрамында тұрса да, басқа мүшелермен грамматикалық байланысқа түспейтін мүшені қазақ тілінде оқшау сөз деп айтады. Оқшау сөз өз ішінде қаратпа сөз, қыстырма сөз және одағай сөз болып үшке бөлінеді. Ал қыстырма сөз дегеніміз сөйлемдегі ойға жазушының, сөйлеушінің көз қарасын білдіреді. Қыстырма сөздің ерекшеліктері ойға, пікірге жорамал жасау мағынасында және басқа сөздермен оқшауланып, ерекше интонациямен айтылады. Мысалы, әрине, әлбетте, рас, сірә, мүмкін, шамасы, расында, тағы да көптеген сөздер қыстырма сөзге жатады. Расында бұл аймақтың табиғаты керемет екен. Біздің ойымызша бұл өте қызықты кітап сияқты. Осы сөйлемдердегі расында біздің ойымызша қыстырма сөздері ерекше интонациямен айтушының жеке көз қарасын білдіріп тұр. Сіздерге ереже түсінікті болса, ендеше тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма, жазбаша түрде берілген сөйлемдерді тиісті қыстырма сөздермен сәйкестендіріңіз. Кестеде бірінші бағанда сөйлемдер, екінші бағанда қыстырма сөздер берілген. Сіздер қайсы бір-бірімен сай келеді, сол бойынша сәйкестендіріп шығасыздар. Үлгі бойынша біреуін оқып өтейін. Бұл бізге өте пайдалы ақпарат болды. Әлбетте, немесе әрине. Келесі сөйлемдерді дәл осылай орындап шығасыздар. Екінші тапсырма. Берілген сөздерді кестеге орналастырыңыздар. Яғни бүгінгі тақырыбымызға байланысты тағам атаулары берілген. Осы тағам атауларын оқып шығып, төменде берілген кестеге орналастырасыздар. Сұйық тамақ, қою тамақ, сусындар және тоқбасар. Қайсы қай қатарға сай келеді, сол қатарға орналастырасыздар. Тапсырма түсінікті деп ойлаймын. Оқылым мәтіні. Берілген мәтінді алдымен оқып шығайық. Әлемдегі ең қымбат басытқыны, яғни десерт, ағылшын кәсіпкері сатып алған екен. Құны $34,000 асатын Карл Вайнингердің тәтті тағамы Гиннестің рекордтар кітабына енгізілген. Кәсіпкер Камбрия графтығындағы қонақ үйлердің бірінде осы шоколад пудингіне тапсырыс берген. Карл Фаберже жұмыртқасы пішініндегі ыдысқа салынған десерт жеуге болатын әшекей бұйымдармен көмкерілген. Және алтын түсті дәммен безендіріліп, құлпынай мен ақ қайнар қосылған. Тағамның құны 22,000 фунт стерлинг, яғни шамамен $34,000 асады.
Әлемдегі ең қымбат десерт туралы теледидардан естіген олигарх бірден оның дәмін татып көрмек болған. Ал мұның алдында $25.000 тұратын балмұздақ әлемдегі ең қымбат бастықы деп саналған. Өте қызықты мәтін. Мәтінді түсінген болсаңыздар, ендеше мына тапсырманы орындайық. Мәтінге қандай тақырып қояр едіңіз? Және сізде Вайнингердің ақшасы болса, сіз не істер едіңіз? Қандай әрекет жасар едіңіз? Вайнингердің әрекеті жайлы не ойлайсыз? Дұрыс әлде бұрыс? Өз ойыңызды ауызша түрде жеткізіңіздер. Мәтіннен қыстырма сөздерді кездестірдіңіз бе? Берілген сандар нені білдіреді? 22.000, 25.000, 34.000. Осы тапсырмаларды мәтін бойынша ауызша түрде орындап шығамыз. Жақсы, сабағымызда сәл сергіту сәтіні жасайық. Мына берілген видеоға назар аударыңыздар. Жапон халқының қонағы болсаңыз, жасы үлкен адамнан бұрын тамақ ішпеңіз. Әйтпесе, мәдениетсіз атанып сөз-өнеріңізді жоғалтып аласыз. Бұл салттары қазаққа ұқсас екен. Үлкенге құрмет, кішіге ізет, күншығыс елінде де қатаң сақталады. Олардың күрішті таяқшамен жетуін білеміз. Ал ол таяқшаларды тамақтанып отырып күрішке тігінен қадап қоюға болмайды. Қайтқан адамның асына барған кезде қадап қоя аласыз. Сондықтан жаман ырым жасамауға тырысыңыз. Кофенің қай түрін ұнатасыз? Капучиноны Италияда ұмыта тұрғаныңыз дұрыс. Олар кофенің бұл түрін тек түске дейін ішеді. 2-ден кейін ішсе құрамындағы сүт асқазанға кері әсер етеді деп сенеді. Қаперіңізде болсын, түскі уақытта қолыңызда капучино болса, турист екеніңізді өзіңіз-ақ білдіріп қоясыз. Ал Нигерияда үлкендер жағы балаларына тауықтың жұмыртқасын жеуге рұқсат бермейді. Қаншама ақуыздан айырады десеңізші, оларда тауық жұмыртқасын жеген бала өскенде ұры болады деген түсінік бар. Тауықтан неге сонша қорқады? Ямайка тұрғындары да тілі шықпаған балаға тауық етін жегізбейді екен. Бұл құстың етін жеген бүлдіршін сөйлей алмай мылқау болып қалады деп сенеді. Қытайлықтар сүйіп жейтін кеспе бар ғой. Олардың жегенін көрсең, тәбетің ашылып сілекейің шұбырады. Рас қой, ал сол қытайлықтар кеспені кесіп, не үзіп жеуден қорқады. Қысқа кеспе жесе өмірлері қысқара түседі деп үрейленеді. Сондықтан шанышқы орнына таяқша қолданса керек. Жапон халық. Өте жақсы. Әлем халқының тағамдарына байланысты қысқаша видеоролик. Керекті ақпараттарыңыз болса, өздеріңізге ала отырыңыздар. Келесі сөйлесім бойынша тапсырма, яғни диалог берілген. Осы диалогты оқи отырып, түсініктеріңіз бойынша тест тапсырмасын орындап шығасыздар. Даяшы мен келуші арасында диалог мәтіні. Тест тапсырмасы 4 сұрақ берілген. Мәтінде жауабы бар сұрақты таңдаңыз. Әр сұрақ бойынша 4 нұсқа берілген. Сіздер дұрыс нұсқасын таңдап белгілеп шығасыздар. Мәтінге сәйкес ақпарат, мәтін мазмұнына сәйкес жауапты таңдаңыз және мәтінге нақтырақ тақырып қойыңыз. Дұрыс нұсқасын белгілеп шығамыз. Әлем тағамына берілген тыңдалым мәтіні бар, нөмір 15-ші. Сол тыңдалым мәтінін тыңдайық. Тыңдалым мәтінінде Фарух мейрамханасы неге дәмді деп атады? Қай халықтың тағамдарын дайындайды? Дәмді мейрамханасында қазақтың қандай тағамдары бар? Келушілер қай тағамға көп тапсырыс береді? Тыңдалымды тыңдап болған болсаңыздар, осы сұрақтарға ауызша түрде жауап берсеңіздер. Сабағымызды қорытындылай келе,
Мұнда көрсетілген тағамдар қай елдің тағамдары және құрамдас бөліктерін білсеңіз, атап шықсаңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.